Қайырлы күн, құрметті Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің оқытушылары, қызметкерлері және студенттер. Халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кеше 1 қыркүйек күні Қазақстан халқына жолдауы жарияланды. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында елімізге ең алдымен пандемиядан кейінгі Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған одан арғы реформаларды ауқымды, нақты жоспарын ұсынды. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін, білім беру сапасын арттыру, өңірлік саясатты жетілдіру үшін міндеттердің үлкен блогы қойылды. Осы тапсырмалардың барлығы парламенттің алдында кезеңдегі заң шығару жұмысы үшін де айқын бағыт береді. Өз жолдауын Қазақстан Республикасының президенті биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл толып отыр деп бастады. Тәуелсіздік біздің ең қастерлі құндылығымыз деп атап өтті. Біз үшін ең маңыздысы әр азаматтың тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның басты көрінісі елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. Сондай-ақ халықтың тұрмыс сапасының жақсаруы және жастардың болашаққа нық сеніммен қарауы. Осы бағытта біз жоғары оқу орындарында студент жастармен егеменді еліміздің 30 жылдығына орай жылдың соңына дейін 30 ауқымды шара өткізуіміз қажет. Барлық бастамамыз осыған бағытталу қажет. Мемлекет басшысының 7 басым бағыттарының бірі үшінші, ол сапалы білім беру. Қазіргі білім саласындағы оқытушылар мен білім алушыларға жағымды жаңалық ретінде қабылданды деп айтуға болады. Сапалы білім беру. Биылғы қаңтар айынан бастап педагогика саласының қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көбейді. Алдағы 3 жылда осы мақсатқа тағы да 1,2 триллион теңге жұмсалады деп президент атап өтті. Қабылданған шаралар жемісін беріп жатыр. Педагогикалық мамандықты қалап оқуға түскендердің орташа балы күрт өсті. Біз ұстаздарды қолдау саясатын жалғастыра береміз деп президент өз жолдауында айтап өтті. Пандемия кезінде қашықтықтан оқытудың нәтижесі ұлттық телекоммуникациялық желілерінің тиімділігі төмен екенін көрсетті. Мұндай ахуал негізгі қарапайым білімнің өзін меңгере алмаған оқушылардың саны артуына әкеп соқты. Тағы бір проблема нағыз қиындық осы деуге болады. Балалар оқуын тастап кетіп жатыр. Өйткені білім алуды қажет деп санамайтын болды. Мемлекет басшысы үкіметке бұл мәселемен атап айтқанда қашықтықтан білім беру қажетті ақпараттық жүйесінің сапасын жақсартумен мықтап айналысуға тапсырма берді. Біздің білім беру жүйесін қолжетімді әрі инклюзивті болуға тиіс деді. Сонымен қатар білім саласында да жағымды жаңалықтар жеткілікті. Соңғы жылдардың ішінде көптеген оқушылар, студент жастарымыз халықаралық олимпиадалар мен универсиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанды. Ондай дарынды жастарымызды жан-жақты қолдау көрсету қажет деп президент өз сөзінде атап өтті. Тұрмысы төмен отбасыға өсіп жатқан балаларға орта білім берудің жалпыға міндетті стандарты аясында қолдау көрсету айрықша маңызды. Білім беру жүйесіне жігерлі әрі білікті мамандар қажет. Балаларды ерте жастан мамандыққа бейімдеу айрықша маңызға ие болуда. Өскелең ұрпақ өзінің болашақ кәсібін саналы түрде
таңдай білуге тиіс. Үкімет Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, осы маңызды міндетті шешумен айналысады. Жыл сайын мектеп бітірген 50 мың түлек оқуға ақылы негізінде түседі. Олардың 85%-і тұрмысы төмен отбасының балалары. Бұл жағдайды түзету қажет. Сұранысқа ие барлық мамандық бойынша техникалық және кәсіби білім 100% тегін берілуі керек. Жоғары оқу орындары мамандардың сапалы даярлауына жауап беруі міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кешегі Қазақстан халқына жолдауын Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетін оқытушылар мен студенттер толықтай қолдай отырып, алдағы уақытта осы бастамаларды жүзеге асыруға күш-жігерімізді аянбай еңбектенеміз.